Абай Құнанбаевтың 33-ші қара сөзі. Егер де мал керек болса, қол өнер үйренбек керек. Мал жұтайды, өнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан қол өнерлі қазақтың әулиесі сол. Бірақ Құдай тағала қолына аз-маз өнер берген қазақтардың кеселдері болады. Әуелі бұл ісімді ол ісімнен асырайын деп артық ісмерлер іздеп жүріп, көріп, біраз істес болып өнер арттырайын деп түзден өнер іздемейді. Осы қолындағы аз мұзына мақтанып, осы да болады деп баяғы қазақтың талапсыздығына тартып жатып алады. Екінші, ерінбей істей беру керек қой. Бір-екі қара тапса, малға бөге қалған кісімсіп, маған мал жоқ па дегендей қылып, еріншектік, салдау салғырттыққа, кербездікке салынады. Үшінші, дархансың ғой, өнерлісің ғой шырағым немесе ағеке нең кетеді, осы ғанамды істеп бер дегенде, маған да біреу жалнарлыққа жеткен екенмін деп мақтанып кетіп, пайдасыз алдауға, қу тілге алданып, өзінің уақытын өткізеді. Және анаған дүниенің қызығы алдауды білген дегізіп, көңілін де мақтандырып кетеді. Төртінші, тамыршылдау келеді. Бағанағы алдамшы шайтан тамыр болалық деп бір болымсыз нәрсені берген болып, артынан үйтемін, бүйтемін, қарық қыламын дегенге мәз болып, тамырым, досым десе, менде керектінің бірі болып қалыппын ғой деп, және жасынан іс істеп, үйден шықпағандық қылып, жоқ барға тырысып, алдағанды білмей, дереу оның жетпегінен жеткіземін деп, тіпті жетпесе өзінен қосып қылып бер дегеннің бәрін қылып беріп, күні өтіп, еңбек қылар уақытынан айырылып, жоғары шыққа қарық болып, тамақ, киім, борыш есінен шығып кетіп, енді олар қысқан күні біреудің малын бұлдап қарыз қалады. Оны қылып берейін, мұны қылып берейін деп, соныменен табыс құра алмай, борышы асып, дауға айналып, адамшылықтан айырылып, қор болып кетеді. Осы несі екен? Қазақтың баласының өзі алдағыш бола тұрып, және өзі біреуге алдатқыш болатығыны қалай?